Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауылға саяхат. Тема урока – путешествие в село. Бүгінгі сабақта сұраулы сөйлем құрауды, өлең жаттауды үйренесің. Жаңа сөздер: сайраңдау, веселиться, наслаждаться, күнге күю, загорать, сүйемін, люблю, тебемін, катаюсь. Бірінші тапсырма: тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое упражнение: послушай, ответь на вопросы. Жазда мен ауылға барамын. Ол жақта менің атам мен әжем тұрады. Мен оларға көмектесемін. Көлге барамын. Балық аулаймын. Велосипед тебемін. Ал енді сұрақ: ауылда кімдер тұрады? В селе кто живут? Нашли ответ? Правильно. Ауылда менің атам мен әжем тұрады. В селе живут мой дедушка и бабушка. Ол кімге көмектеседі? Кому он помогает? Нашли ответ? Правильно. Ол атасы мен әжесіне көмектеседі. Он помогает дедушке и бабушке. Ауылда не істейді? Что он делает в селе? Дұрыс. Көлге барады, идет в озеро, балық аулайды, ловит рыбу, велосипед тебеді, катается на велосипеде. Екінші тапсырма: өлеңді оқы, жаттап ал. Второе упражнение: прочитай стихотворение, выучи. Жаз, лето. Жазды ыстық сүйемін. Люблю лето жаркое. Сайрандап жүремін. Хожу, наслаждаюсь. Суына шомылып, купаюсь в воде, күніне күйемін и загораюсь. Кабдыкарым Ыдырысов. Теперь выучите это стихотворение. Үшінші тапсырма: суреттерге қара, мәтін құрап жаз. Третье упражнение: посмотри на рисунок, составь текст. Что мы видим на рисунке? Правильно, это село. Бұл ауыл. Ауылда кім тұрады? Кто живет? Мы видим на рисунке дедушку, да? Значит, ауылда ата тұрады. Бала не істейді? Что делает ребенок? Бала қой бағады, я? Значит, пасет овец. Төртінші тапсырма: толықтырып, көшіріп жаз. Четвертое упражнение: напишите предложение, дополнив подходящими словами. Көлге не істеймін? Что я делаю? В озеро. Пойду, барамын. Көлге барамын, пойду в озеро. Балық, рыбу, что делаю? Аулаймын, правильно. Велосипед тебемін, катаюсь на велосипеде. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.